Қымбатты оқушылар, бұл сабақта біз заттар тасымалдануының симпласттық, апопласттық, вакулярлық жолдарының мәнін түсінеміз. Заттар тасымалдануының симпласттық, апопласттық түрлерін ажырата аламыз. Біз сіздермен өсімдіктердегі тасымалдау процесі мен заттардың транслокация механизмі туралы алдыңғы сабақтардан таныспыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбының өзіндік ерекшелігі бар. Себебі ол заттар тасымалдануының жолдары және олардың маңызы жайлы болмақ. Сонымен, өсімдіктің барлық жасушалары өзара қабықтары арқылы үздіксіз жалғасқан түтіктер жүйесін апопласты пайдаланып жалғасады. Тамырдағы бос кеңістік деп аталатын бөлімінде су және онда еріген заттар өзінің жолында түтікшелер арқылы жылжығанда айтарлықтай мембраналық кедергілерге тап болмайды. Сөйтіп, тамырдың белгілі бір көлеміне сырттан ерітінді еркін өте алады. Топырақтан қоректік заттар тамыр арқылы сіңіп, орталық түтік шоғына дейінгі жылжудың бірінші сатысы апопласттық, яғни бос кеңістік жол деп аталады. Өсімдіктің жеке жасушаларының протопласттары цитоплазмалық көпіршіктер плазмодесмалар арқылы тұтасып байланысады. Плазмодесмалар жасушаларға мембрана арқылы бір мезгілде енген иондар мен молекулалардың одан әрі жасушадан жасушаға, ұлпадан ұлпаға мембраналық кедергісіз тұтасқан симпласттық жүйе арқылы өтуін қамтамасыз етеді. Заттардың симпласттық жүйе арқылы жылжуы протоплазманың қимылына байланысты болады және эндоплазмалық тордың өзекшелері арқылы жасуша арасындағы плазмолемалар арқылы жүзеге асады. Заттардың симпласттық жүйе арқылы жылжуында вакуоль елеулі роль атқарады. Иондардың тамырдағы сыртқы ұлпаларынан ксилема түтіктеріне дейін тасымалданудың негізгі жолы симпласттық деп аталады. Заттар тасымалдануының үш жолы бар. Бірінші, апопласттық, жасуша қабырғалары бойымен. Екінші, симпласттық, плазмодесма және цитоплазма арқылы. Және үшінші, вакуольдік, вакуольдер арқылы. Сонымен, заттар тасымалдануының бірінші жолы апопласттық қарастырайық. Алдымен, апопласт дегеніміз не? Апопласттық өсімдіктің барлық жерінде үздіксіз желіні құрайтын іргелес жатқан жасуша қабырғаларының жүйесі. Тамырдағы апопласттық тасымалдау жапырақтардағыдай жүреді, бірақ бір маңызды айырмашылығы болады. Су жасуша қабырғасы бойымен қозғалып, эндодермаға жеткенде суберин деп аталатын су өткізбейтін зат оның жолын жауып тастайды. Суберин эндодермалық жасушаның параметрі бойынша жиналып, Каспари белдеуін құрайды. Нәтижесінде онда еріген заттары бар су алдымен осы жасушаның плазмолемасы арқылы оның цитоплазмасы еніп, содан кейін басқа бір жол арқылы шығуы керек. Осылайша эндодерма жасушалары ксилема жолындағы ерітінділердің қозғалысын басқарады және реттейді. Мұндай бақылау өсінділері улы заттардың, патогендік бактериялардың, саңырауқұлақтардың және басқа да зиянды заттардың өнуінен қорғау үшін қажет. Сондай-ақ апопласт бұл жасуша қабырғасы мен жасуша аралық кеңістіктен тұратын плазмалық мембранадан тыс кеңістік. Оған өсімдіктің тіндерінің ішіндегі протоплазма кірмейді, сондықтан өсімдіктің тірі емес бөлігі болып саналады. Апопласт апопластикалық жол немесе апопластика деп аталатын негізгі жол жасайды. Ол топырақтан су мен иондарды тамыр арқылы ксилем элементтеріне тасымалдауға көмектеседі. Екінші реттік өсімдіктерде судың негізгі бөлігі тамыр қыртысында апопластика арқылы тасымалданады. Өйткені кортикальды жасушалар бос оралған және су ағынына төмен қарсылыққа ие. Апопластика жолды эндодермалық жасушалардың каспариялық жолағы жауып тастайды. Осылайша симпластикалық жол су мен ионды кортекстен тыс тасымалдауда қолданады. Апопластикалық жол симпластикалық жолға қарағанда 50 есе тезірек жүреді. Апопласт тірі емес бөліктерден тұратындықтан апопластикалық жол тамырдың метаболикалық күйіне әсер етпейді. Келесі, заттар тасымалдануының екінші жолы симпласттық. Симпласт дегеніміз не? Симпласт бір-бірімен байланысты өсімдіктер протопласттарының жүйесі. Симпласттық тасымалдау көрші жасушалардың протопласттары жасуша қабырғаларында
тесіктер арқылы өтетін плазмодесма цитоплазмалық жолдармен байланысады. Онда еріген зат бір жасушаның протопластына түсіп, мембраналардан өтпей-ақ симпласттық жолмен жүре алады. Бұл қозғалыс кейде цитоплазманың реттелген ағымымен жеңілдейді. Симпластқа жасуша қабырғасы мен жасуша аралық кеңістік кірмейді. Осылайша өсімдіктің тінінің тірі бөлігі ретінде қарастырылады. Симпласт арқылы түзілетін су мен ион жолы симпластика немесе симпластикалық жол деп аталады. Симпластикалық жол су ағынына төзімділікті тудырады. Өйткені тамырлы жасушалардың іріктеп өткізгіш плазмалық мембранасы су мен ион қабылдауды бақылайды. Сонымен қатар симпластикаға өсімдік тамырының метаболикалық күйлері де әсер етеді. Екінші реттік өсуі бар өсімдіктерде симпластикалық жол негізінен эндодермадан тыс жүреді. Жасушалардың протоплазмалары плазмодесма деп аталатын жасушалық қосылыстармен байланысты. Жасушалардың кіселеміне суды жылжыту үшін қолданады. Бұл жол симпластикалық жол деп аталады. Су жасушаның цитоплазмасына плазмалық мембрана арқылы түседі. Демек, симпластикалық жол жасушалық мембраналар арқылы өтуі керек. Жасушалық мембраналар жартылай өткізгіш болғандықтан, судың қозғалысы симпластикалық жолда осмос арқылы жүреді. Дегенмен, симпласт арқылы өтетін су жасушаның вакуоліне кірмейді. Симпластикалық жол жасушалық мембрананы кесіп өтетіндіктен, ол трансмембрандық жол деп аталады. Симпластикалық жолмен судың қозғалысына цитоплазмалық ағыс ықпал етеді. Сондай-ақ, симпласт бұл плазмолеманың ішкі жағында орналасқан кеңістік. Симпласт иондар қозғалысының өте маңызды жолы. Заттар тасымалдануының келесі үшінші жолы вакуолярлық тасымалдау. Вакуольдік тасымалдау бұл жағдайда су бір жасушаның вакуолінен көрші жасуша вакуоліне симпласттық пен апопласттық жол арқылы, яғни осмос әсерінен тонопласттар мен плазмацематалар арқылы өтеді. Судың жапыраққа жоғары көтерілуіне транспирация тоғымен жүзеге асады. Ол ең алдымен гидростатикалық потенциалдардың айырмашылығына байланысты сақталады. Жасушаның судың аз мөлшерін жоғалтуы ертілген заттардың концентрациясына қарағанда тургор қысымына әлде қайда күшті әсер етеді. Ал тамырда да судың және гидростатикалық потенциалдардың градиенттері болады. Бірақ осмотикалық потенциалдардың градиенттері әрқашан бола бермейді. Су тамыр кіселемасы бойымен көтерілген кезде паранхималық жасушалар мен су алмасады. Нәтижесінде бұл жасушаның су потенциалы төмендейді және осмос немесе жай симпласттық жол арқылы көрші жасушадан су алады. Топырақ ертіндісінің су потенциалы эпидермис жасушалары мен түбірлік түтіктерге қарағанда жоғары, сондықтан су осмос арқылы тамырға сырттан енеді. Жас ұлғаюымен тамырдың эндодермальды жасушаларында субериннің тұнбасы артады және бұл су мен еріген тұздардың қалыпты шығуына кедергі келтіреді. Апопласттық, симпласттық және вакуолярлық су жолдарының тамырдағы сандық қатынасы белгісіз. Сонымен, апопласт пен симпласт арасында ұқсастықтар бар ма? Әрине бар. Олар, біріншіден, апопласт және симпласт бұл су кіселемадағы түбірлік жасушаларынан жылжитын екі жол. Екіншіден, апопласт пен симпласт тамырдың қабығында кездеседі. Үшіншіден, апопласт пен симпласт кіселемге су мен қоректік заттарда келеді. Біз апопласт пен симпласт арасындағы ұқсастықтарын білдік. Ал сонда олардың айырмашылығы неде екен? Өсімдіктердегі апопласт пен симпласт су мен иондарды тамыр жасушасы арқылы кіселемге өткізудің екі түрлі жолын құрайды. Бұл жолдар бөлек немесе бір уақытта пайда болуы мүмкін және әртүрлі тасымалдау тарифтері болады. Осы екі жол туралы ұғымды алғаш рет 1980 жылы Мунк ұсынған. Экранда берілген кестеде апопласт пен симпласттың басты ерекшеліктерін көруге болады. Ендеше салыстырып көрейік. Бірінші белгісі – жасушада орналасуы. Апопластта жасуша қабырғасы мен жасуша аралық кеңістікте. Симпластта цитоплазма плазмодесмада. Екінші белгісі – өсімдіктің бөлігінде болуы. Апопластта тірі емес бөліктер, симпласт тірі бөліктер.
Үшінші белгісі тасымалдау жолы. Апопластикалық жол, симпластикалық жол. Төртінші жолдардың жылдамдығы. Апопласта қарқынды, симпласта баяу. Бесінші белгі метаболикалық күйі. Апопласта апопластикалық жолмен емес, симпласта симпластикалық жолмен судың қозғалысына кедергі келтіреді. Алтыншы белгісі тасымалдануы. Апопласта кортекстегі апопластикалық жолмен су мен ион тасымалданады. Симпласта кортекстен тыс жерлерде су мен ион симпластикалық жолмен тасымалданады. Жетінші белгісі судың қозғалысы. Апопласта тін қабығының жасушалық қабырғалары мен жасуша-ішілік кеңістіктері арқылы қозғалады. Симпласта тамыр қабырғасының протопласттары арқылы қозғалады. Оқушылар, біз сабақтың теориялық бөлімін аяқтадық. Енді сабақтың мақсатына жетуге бағытталған практикалық тапсырма орындайық. Тапсырманы орындау үшін экранда берілген суреттегі схемаға қарап, оқулық материалдарына жүгіну керек. Бұл бүгінгі сабақтың тақырыбын терең түсінуге ықпал етеді. Тапсырманы орындау үшін суреттегі схемаға сәйкес бағыттама, яғни стрелкалар арқылы заттардың тасымалдану жолдарын анықтап, және ол жол не арқылы өтетінін тұстарына белгілеп жазыңыздар. Тапсырманы орындап болсақ, өздеріңізді тексеріңіздер. Берілген жауаптардың қаншалықты дұрыс екенін салыстырайық. Ұсынылған дескриптор арқылы өз жетістіктеріңіздің сапасын бағалаңыздар. Егер тапсырманы орындау барысында кедергілер мен қателер кездессе, ол қателіктерді неліктен жібергеніңізді және өз нәтижеңізді қалай жақсартуға болатындығын ойланыңыз. Сонымен өзіңді тексер. Бірінші, көк жолақта жіңішке қара стрелка арқылы апопласттық тасымал жолы жасуша қабырғасы арқылы жүреді. Екінші, сары жолақта ақ стрелка арқылы вакуолярлық тасымал жолы плазмолемма, цитоплазма, тонопласт арқылы жүреді. Үшінші, жасыл жолақта қою қара стрелка арқылы симпласттық тасымал жолы цитоплазма мен плазмодесма арқылы. Осымен біз бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Заттар тасымалдануының симпласттық, апопласттық, вакулярлық жолдары және олардың маңызы тақырыбы бойынша қосымша ақпараттарды экранда ұсынылған ресурстардан алуға болады. Бұл 11-ші сынып оқушыларына арналған биология оқулығы, сондай-ақ осы тақырып бойынша интернет ресурстар.